Бүгін біз сендермен зертханалық жұмыс жүргіземіз. Алдыменен біз өздерімізді таныстырып өтейік. Мен Бақыт Ислам. Мен Қалбекқызы Жанар. Балалар, қараңдаршы, нелерді көріп тұрсыңдар? Тұзды, суды, қозғалтқыш, жұмыртқа. Жарайсыңдар. Біз қазір сендермен тұздың қасиеттерімен танысамыз. Алдыменен біз тұзымызды зерттеп алайық. Ислам, тұздың түсі қандай екен? Ақ, Неге ұқсайды екен? қара, қатқан. Ұқсайды екен, е? Ал Жаннұр, сен айта қойшы. Сен зерттегенде тұздың түсі қандай екен? Ақ, Неге ұқсайды екен? қара, қатқан. Жарайсыңдар. Ал енді біз тұздың дәмін көрейік, кәнекей. Тұздың дәмі қандай болады екен, балалар? Асы, Ащы болады екен, е? Балалар, адам тұзды көп қолдануға бола ма екен? соқ болмайды. Ал адам тұзсыз өмір сүруге бола ма екен? Иә, өмір сүре алмайды екен. Бірақ та балалар, адам күніне 6 грамм тұзды тұтыну керек екен. Балалар, енді біз тұзымыздың қатты жұмсақ екенін зерттейік, кәнекей. Кәнекей балалар, енді біз тұзымызды қасықпен басып, қатты жұмсақ екенін зерттеп жатырмыз, е? Ислам, айта қойшы, тұз қандай екен? Жұмсақ па екен, қатты ма екен? Қатты, Қатты екен. Жаннұр, сенің тұзың қандай екен? қатты. Қатты екен. Ислам, қасықпен тұзымызды басқан кезде қандай дыбыс шығарады екен? Қытылайды. Балалар, енді біз бірінші зертханалық жұмысты Исламға зерттетейік, е? Ислам, сенің алдында 2 стакан тұр, е? Ұстап көрші. Судың салқын және жылы екен, бізге айтшы, қай стаканда су жылы екен, қай стаканда су салқын. Жарайсың, е? Енді осы 2 стакандағы суға тұз саламыз. Тұздың ергіштігін байқайық. Жылы суда тұз тез ериді ме екен, әлде салқын суда тұз тез ериді ме екен? Жарайсың. Енді салқын суға тұз салайық, Ислам. Ислам, тұз жылы суда қалай ериді екен? Жылы суда тез ериді. Ой, жарайсың, Ислам. Келесі зерттеуімізді Жаннұрға тапсырамын, е? Жаннұр, алдымызда 2 стаканда су тұр. Соның біреуіне тұзды саламыз. 2 стаканға да жұмыртқаны салып, жұмыртқаның бататынын, батпайтынын зерттейміз. Жарайсың, Жаннұр, енді не істейміз? Жұмыртқаны стаканға саламыз. Жаннұр, қай судағы жұмыртқа батты? Я, таза судағы жұмыртқамыз батты, ал тұз салған судағы жұмыртқа не қылды? Батпадым. Батпады. Жарайсыңдар. Балалар, зерттеу жұмысында біз нені зерттеді? Тұзды. Тұзды зерттеген сендерге ұнады ма? Я. Олай болса, келесі зерттеу жұмысында кездескенше